Сәлем достар, оңғырдақ тамағын жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды елеп аламыз. Онға 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, жылы су құйып, қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, шамамен 15-20 минут тұруы қажет. Енді сарымсағымызды, етімізді, сәбізімізді тураймыз. Қазанға май құйып, сарымсақты біраз қуырып, етімізді, сәбізімізді саламыз. Үстіне кішкене тұз септім. Етті жақсылап қуырып, 2 стақан су құямыз. Енді қамырымызды жайып, ортасынан бөлеміз. Қамырды кептіріп аламыз. Мен духовкаға кептіріп алдым. Сосын осылай кеспе турағандай жіңішке қылдырып тураймыз. Енді суға картопты саламыз. Кейін кептірілген кеспеге сұйық май құйып, жақсылап араластырып, қазанға саламыз. Кеспені салып болған соң араластырмаймыз, қақпағын жауып бірнеше минут ұстаймыз. Мен 15 минут ұстадым, ол осы еттің буында піседі. 15 минуттан соң қақпағын ашып араластырамыз, жабыспау керек, шашылып тұру керек. Егер жеп көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептімді қолданып көріңіздер.